Ruhun bir danası мың пайдан артық. Жындының әр күні ерекше. Жылан шаққан ала арқаннан қорқады. Алдымен жауды жең, сосын онымен достас. Арқасында әкелгендерін қарындарымен алып кетті. Шартты айтып, кейін аспан құлап кетсе де. Адамзаттың барлық даналығын бір бастың ішімен сезісу мүмкін емес. Екі адам құпияны олардың біреуі қайтыс болған жағдайда ғана сақтайды. Ақымақ адамдар болмаса, ақылдылар елеусіз қалар еді. Келді қанша жиынын тұтқанда ол қолына кіреді. Батып бара жатқан шыбын бүкіл әлемді су толтырсын еді. Әркім өз үйінде қашады. Дүниені жерден жабуға болады. Ақымақ сөйлегенде ақылды үндемейді. Шыбын қонады. Ақылды ойланып тұрғанда ақымақ құлақтан өтеді. Аяғының астына қарасам, шоқарға түспейді. Күлкі күлкіні, құлан құланды қылдырады. Заттар үйлесіне ұқсайды. Сіз басқаларға қалай қарасаңыз, олар сізге солай қарайды. Аты шулы ауыл кедей. Дана шыққан тегімен емес, білімімен танылады. Әрбір төмендеудің артында көтерілу бар. Махаббат бір, бірақ екі жүректе өмір сүреді. Өзінің арыстаннан қорықпайтын ит жоқ. Қол қолды, қол бетті жуады. Алыстағы ағайыннан жақын көрші артық. Қатты жандар өзегі, өгізбен аунайды. Үлкен бас аяққа салмақ. Тағдырғанын астын қазбаңыз. Ол сіздің басыңыздан құлап кетеді. Кешірімді асыл. Кедей өз жанын жарып, байдың байлығын санай бастайды. Есепті қалай көрінірсе, деп есеп көріп қала береді. Шындыққа көмектескен келсе, өтірікпен достас. Қалада елші болғанша, ауылда қожа болғанша. Менің жүрек ұлылыққа қарамайды. Інжір інжірге қарап бітеді. Аш қарынның көзете барады. Сергек оянасың. Аман нәрсе иесіне қайта болады. Кедей аштықтан, бай қорқыныштан өледі. Шақырусыз қонақ құрмет қойды. Бір өрік піскенше, көп піспеген өрік қалады. Көбейлесу иттерге жарасады. Кедей елеусіз. Кола асқазан қорқынышты түс көреді. Жара жазылады, бірақ тыртық қалады. Біреудің киімі кешке дейін ғана. Әмияндағы ақша ауруды қуа алмайды.
адам философ сияқты сөйлеп, ақымақ сияқты өмір сүреді. Құнарлы жерде арамшөптер көп өседі. Егер дос сенің дұшпаныңа айналып, досын тағы да достық танытса, оны бәрібір өз жауың деп санайды. Bir şerif yüzün бүкіл шоқты бұзады. Бейбіт өмір сүргіңіз келсе, ақша алмаңыз және қарызға бермеңіз. Қалғындағы қошқар таудағы құртазан қалған. Адамды табу үшін оның салмағы қанша болса, қанша орнына жеу керек. Ащы демеген тәттінің қадірін білмейді. Құс демеген ағаш 1000 жыл өмір сүреді. Жылан жауға төтеп бере алмаса, өзін шабады. Әйелдің қылышы ешқашан көп баспайды. Bir қазандықта 2 ас жігіт пісірсе, кешкі ас жеп кетеді. Әйелдің қолынан келетін нәрсені буйволдар да, тоқа да істей алмайды. Кішкентай қиындықтан қашқан адам одан да үлкен қиындыққа тап болады. Жалқау жұмысына күн батып бара жатқанда кіріседі. Ер адам 2 рет қуанады. Бірінші рет үйленгенде, екіншісі әйелсіз қалғанда. 2 адам мас екеніңді айтса, жатып ұйықта. Түйенің билеуге құштарлығы көпірде пайда болады. Сіз балықты қашан ауласаңыз да, ол әрқашан балғын болады. Ақылды адам көп білетінін біледі, ал ақымақ бәрін білемін деп ойлайды. Құлаған алма ағашына қарай домалап келеді. Қара өгіз түсін өзгертпейді, ал барыс өзінің дақтарын өзгертпейді. Өліге тірілер күнде халва жейтін сияқты көрінеді.